Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қамыр илемей-ақ, қамыр жаймай-ақ өте оңай дайындалатын 15 минутта пицца дайындаймыз. Міндетті түрде балаларыңызға жасап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен пиццаға осылай колбаса сырларымызды дайындап алдым. Ол өз қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Сырды күштен өткізіп аламыз. Және де бұл пиццаның бір ерекшелігі, қамырын жаңағыдай ашытып, оны күтіп, жайып отырмайсыздар. Бірден дайындап пісіре бересіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Қамыры үшін ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз және 5 ас қасық қаймақ саламыз. Қаймағымыз кез келген қаймақ бола береді. Және де 5 ас қасық майонез саламыз. Дәміне қарай шым-шым тұз салсаңыздар болады. Және де 9 ас қасық електен өткен ұнды саламыз. 1 шай қасық қопсқыш саламыз. Сосын барлығын жақсылап осылай араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бізде осындай масса болады. Және біз қалыпқа осы массаны салып, қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Яғни пиццаның формасына келтіреміз. Енді осы жерде сіздер барынша осыны жұқа етіп жайғандарыңыз дұрыс болады. Бұл меніңкінің өзінде кішкене қалың болып тұр. Негізі бұдан да жұқа етіп жайсаңыздар өте керемет болып шығады. Бетіне осылай кетчуп себеміз және де турап алған колбасаларымызды қойып шығамыз. Және сырларымызды ең бетіне осылай салып, қызып тұрған 180 градустық пеште 15 минут пісіріп аламыз. Пісуге жақын қалған кезде 2 минут қалған уақытта осылай қалған сырларымызды тағы да осылай сеуіп 2 минутқа пешке салып алсаңыздар да болады. Сонымен біздің пиццамыз дайын болды. Міне өте оңай, тез дайын болатын дәмді пиццаны міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар достар. Және менің каналымда көптеген рецепттерді көре аласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналымда пиццаның тағы да басқа рецептілері бар. Қарап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған Нағима.